Сәлем достар, бүгін сіздермен пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керекті құрамының барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен жылы суға дрожжімізді саламыз. Оның үстіне бір қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз бұны шамамен 5 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей 5 минут өтті. Енді ұнымыздың үстіне ашытқымызға, яғни ашытқымыздың ішіне бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне ыдысымыздағы ұнымыздың үстіне құйып аламыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Енді жақсылап қамырымызды елейміз. Барлық ингредиентті, яғни құрамының барлығы описаниеда қалдырамын. Мінекей осындай қамыр шықты. Енді бұны салафанға салып тынықтыратын боламыз. Шамамен жарты сағаттай тұруы қажет. Келесі біз соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға кішкене ғана майымызды құйып, үстіне сарымсақты үгітіп саламыз. Сарымсағымызды салып алып, оны кішкене сарғайғанша қуыруымыз қажет болады. Пицца үй жағдайында өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Келесі біз осындай орегано дәмдеу үшін қосатын боламыз. Бұл негізгі пиццаның соусына өте керемет дәм беретін болады. Бұл дәмдеуішті біз қандай да бір супермаркет немесе магазиндерден таба алатын боласыздар. Келесі біз қызанағымызды, яғни бұл жерде мен қызанақтың қабығын аршып, осындай шұңғыл ыдысқа салып, яғни блендердің көмегімен немесе микровкамен езіп аласыздар. Одан кейін бірден осы ыдысымызға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне бір қасық томатымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне бұрышымыз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, шамамен 10 минутқа бұқтырамыз өзін. Мінекей біздің соусымыз дайын болды. Мінекей біздің қамырымыз кішкене көтерілді. Енді осыны кішкене сұйық майымызды пайдалана отыра екі бөлікке бөліп аламыз. Яғни бұл қамырдың өзінен екі пицца шығаратын боламыз. Жарты сағаттай тұрғандағысы бұл. Енді бұны тағы да бір шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей екі бөлікке бөліп, осылай тағы да жарты сағатқа қоясыздар. Мінекей біздің қамырымыз кішкене көтеріліп бастады. Енді осыны бұл жерде мен шамамен 20 минуттай ұстадым, яғни қамырымды. Бұл сол уақытқа көтерілгені. Енді келесі біз қамырымызды жаямыз. Мінекей енді осыны пергамент қағазының үстіне қойып аламыз қамырымызды. Енді үстіне соусымызды салатын боламыз. Осы жерде соустарыңызды бірден салып, бұл соустың дәмі керемет болып шығады. Соусымыздың үстіне бірден сырымызды саламыз. Сырымызды салып болдық. Енді осының үстіне өздеріңіз қуырған фаршты немесе осылай шұжықты пайдалансаңыздар болады. Осы жерде мен шұжық жақсы көреді мен балаларым, сол себептен шұжық салдым. Мінекей пиццаларыңыз осындай болып шығады. Өте дәмді, шамамен 7 минуттың ішінде піседі пиццаларыңыз. Барлығын мен описаниеда қалдырамын. Қарап пісіріп жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, ас болсын.